Бала тілі бал дейміз. Бірақ бір кездері қазіргі қоғамда болып жатқан кейбір мәселелердің бірі осы қазіргі біздің бүлдіршіндеріміздің кеш сөйлеу болып жатқан жері бар. Енді оған бірнеше факторлар былай айтқанда кедергі болады деп айтаймыз жалпы. Бүгін именно біздің тақырыбымыз осы балалардың неге қазір кешігіп сөйлеп жатқаны, не себептер, не үшін болған мәселелерді талқылап өтеміз. Және де оған қандай әдістер бар, қандай көмектер барлығын бүгін айтып өтетін боламыз. Ассалаумағалейкум, эфирде доктор Шархан. Өтірік емес, қазіргі мынау әртүрлі әлеуметтік желілерден естіп жатырмыз. Жалпы барлығын көп адам мынау карантинді, коронавирусты айыптайды. Бірақ шындығына келетін болсақ, карантинге дейін де, ковидке дейін де балалардың кешігіп сөйлеу деген мәселелері болған ғой. Бізге дейін де, бізден кейін де болады. Неге десеңіз, қазіргі өздеріңізді білесіздер, жалпы біріншіден экологияны да айыптаймыз, көбінесе тамақтануды айыптаймыз, тамақ Қытай дейміз, жартысы толған ГМО деп атаймыз. Бірақ кішкене басқа жаққа назар аударсақ та болады ғой, мысалы үшін да, может баланың өзінің мынау даму функциялары, яғни миының даму функциялары кішкене бір-екі нәрселері талап етіп жатқан шығар. Ол жағын білмейміз ғой. Сол үшін келіңіздер, бүгін енді соны кішкене ұзақ болмаса да қысқа нұсқа сіздерге айтып өтейік. Жалпы қазір біздің жалпы мына эфирімізге келіп түскен комментарийлардың бірі мынау қазір таңда мен баламды 5 жасар баламды логопедке бердім, дефектологқа да бердім, ЗПР деп қойды диагнозын депті. Бірақ ешқандай жалпы өзгерістер жоқ. Дұрыс қой, барлығымызда көбінесе көп адамда сондай жағдай ғой, жалпы логопедке де береді, дефектологқа да береді, ешқандай көмегі болмағаннан соң, ешкімнің пайдасы жоқ, ешкім оқымаған, ешкім жалпы білімі жетпейді дейді. Негізіне алып қарайтын болсақ, логопед те дұрыс нәрсе, дефектолог та барлығы ол мамандар, яғни оқу бітіріп, кәдімгідей тәжірибесі мол мамандар болуы мүмкін, бірақ көбінесе қазір жазып әлеуметтік желілерде мынау болып жатқан нәрсе, қазір мынау гинкобилобаны берсе бола ма екен депті. Әрине, мен сіздерге как медик ретінде айтуым мүмкін, гинкобилоба деген өзі не? Жалпы гинкобилоба деген ол өсімдік болып табылады. Дұрыс, ол біріншіден миға арналған, көзге, құлақтың дамуына дейміз. Бірақ гинкобилобаны көбінесе кімдер ішеді, кімдер қабылдайды? Ол тек қана балаларға беретін нәрсе емес қой. Мысалы үшін оны бермейтін жағдайларда көп болады. Мысалы үшін аллергия болатын болса, индивидуально непереносимость дейміз ғой, яғни жеке басының көтере алмауы дейміз, сол өсімдік тұтасты. Гинкобилоба деген өзі бізде өспейтін өсімдік болып табылады. Может, бір жерде өсетін шығар енді, бірақ основном тау жақтарда көбінесе өседі, орманды жерлерде, өйткені сол жақта өскен гинкобилобасының пайдасы өте күштірек болады. Қазіргі таңда гинкобилобаның жалпы түрлері көп. Біріншіден мынау сироп түрінде келеді, екіншіден мынау капсула түрінде ыңғайлы болу үшін ішеді. Сол үшін айтарым, қандай нәрсе гинкобилоба болсын, басқа да жайттар, басқа да бір өсімдіктен дәрі болатын болсын, бірінші орында не істеу керек? Яғни дәрігермен ақылдасу керек, яғни консультациясынан өту керек. Одан кейін егер дәрігер рұқсат беретін болса, одан кейін яғни қабылдауға болады деген сөз. Ал ары қарай, енді гинкобилобаның қандай жалпы қасиеттері бар дейміз. Гинкобилобаның біріншіден бағана айтқандай, миға деген, миды дамытуға деген арналған, ішінде В1, В2 деген витаминдерден тұрады біріншіден. Екіншіден, яғни мидың циркуляция, яғни қанның циркуляциясын, қанның айналымын жақсартады. Сол арқылы мидағы дамымай қалған клеткаларды не істейді? Оятады. Ал сөйлемейтін баланың основном причинасы не? Қандай себептер? Сол мидағы клеткалар дамымау, яғни сигнал бармайды мына жаққа, көбінесе мынау тілі шықпағанша балаларды түнде бұтына жіберіп те қояды. Өйткені не істейді? Почему? Потому что сигнал бармайды мына жаққа. Тұрам, сием дейтін нелер сигналдар бармайды. Сол үшін жалпы не істейді? Бала бұтына жіберіп қоя беретін болады. И себепті именно гинкобилобаны ішкен кезде, миға именно циркуляция болған кезде, бағана айтқанда В1, В2, өйткені ол антиоксидант болып табылады ғой. Сол себепті антиоксидант болып табылғанда мидағы клеткалар оятқан кезде ми уже дами бастайды, жетіле бастайды. Ми жетілгеннен кейін не істейді? Жалпы даму мүшелері де ояна бастайды. Сол себепті тілдегі логопедке беріп, дефектологқа берме деп жатқан жоқ. Наоборот, логопед пен дефектологқа бере отырып, қосымша осы гинкобилобаны берсе болады. Бірақ қандай түрін?
капсула емес, капсула өйткені баланың именно кішкентай баланың асқазанын құртып аласыздар, былай айтқанда. Сол себепті жіт киім берген жақсы, яғни сұйығын. Күнделікті бір шай қасықпен таңертең немесе кешкісін до еды берген дұрыс болады. Только бірақ мезгіл берген дұрыс. Бұл гинкобилоба тек қана балаларға емес, жалпы мидың дәрісі болып, яғни өсімдігі болып табылғанымен, жалпы оны үлкен кісілер де қабылдайды. Ол дегеніміз Альцгеймер және Паркинсон деген аурулар бар. Яғни үлкен қартым, Альцгеймер деген қазақша айтқанда алжу дейміз, алжып қалған үлкен кісілер. Не үшін? Қараңыздар енді. Бала кезде миы енді дамымай жатқан кезде беруге болады, және де ми дамып уже шаршаған кезде, яғни алжыған кезде сол гинкобилоба көмекке келеді. Түсініңіздер ғой разницасын, яғни кішкентай кезде и қария болған кезде, қарт болған кезде. Ал Паркинсон деген ауруды естіген боларсыздар, боксерлар особенно не қылады ғой, ұшырап жатады. Мұхаммед Али, Майк Тайсон қолдары қалтырап, сол Паркинсон ауру деп атайды көбінесе. Енді бәріңіз біледі ме? Біреу білмейтін шығар, сол үшін айтып жатқан жерім ғой. Сол себепті айтарым, жалпы егер именно гинкобилобамен беріп емдейтін болсаңыздар, только біріншіден врачтың консультациясы керек. Екіншіден бола ма, болмай ма, аллергиясы жоқ па баланың, соны білу керек. Үшіншіден, мынау именно логопедпен дефектологтан өткен кезде, жалпы солардың жаттығуларын жасап отырып, соңында ғана гинкобилобаны ішсеп берсе болады. Сонда эффект 100% болады деген сөзім. Әуелі Алла, әрине, біздер тек себепшіміз ғой. Сол себепті, егер қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, мен ешқандай нені компанияны жариялап, жарнамаламаймын ешқашан. Просто мен қазір бар, өйткені гинкобилоба любой аптекада бар. Қалаған аптекаңыз бар, өзіңіздің ауыл жерден қалаған қалалық аптекалар болсын, гинкобилобаның сұйықтығы бар ма десеңіз, бар деп береді. Сол үшін мен компанияларда жарнамаламаймын, сол үшін мынау аптекадан барып сұрасаңыздар болады. Бірақ именно врачтың консультациясы керек болады. Егер өздеріңізді қандай да бір сұрақтар мазалайтын болса, именно бала дамуына қай жерге қандай жалпы көмектер керек, жалпы қандай жаттығулар керектігін болатын болсаңыздар, маған комментарийға жазсаңыздар, жеке WhatsApp нөміріңізбен мен сіздерге жалпы мен немесе өзімнің ассистенттерім сізге жалпы сұрақтарыңызға жауап беретін болады. Сол арқылы Құдай қаласа бір жетістікке жетеміз. Эфирде болған доктор Шырхан, қош сау болыңыздар.